Саламатсыздар ма, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылары. Қызылорда облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасына келіп түскен кезекті басылымдармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінде Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев кезекті жолдауын жария етті. Бұл жолғы жолдауда мемлекет басшысы зейнетақы жинағы жеткіліктілік шегінен асқан азаматтарға артық қаржысының бір бөлігін отбасы банкіндегі есепшотқа аударуға рұқсат беруді тапсырды. Президенттің айтуынша, бұл шара халықтың қаражат жинау және оларды сауатты басқаруға үйретеді. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қандай шаралар жүзеге асырылып жатыр? Зейнетақы қорын тұрақты жарна аударып тұратындар неден үміттене алады? Көпшілік көкейіндегі сауалдардың жауабын Отбасы банк акционерлік қоғамы басқарма төрайымы Ләззат Ибрагимовадан білген едік. Жалпы ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев зейнетақы жинақтарын мерзімнен бұрын қолдану бастамасының оң динамикасын атап өтті. Президенттің бастамасын қолдайды. Себебі бұл бірінші кезекте жас қазақстандықтарға тұрғын үйге тезірек қол жеткізуге көмектеседі. Бүгінде елімізде жыл сайын 120 мыңға жуық жас отбасы қатарға қосылды. Алғашқы жылдары ерлі-зайыптылар жеке пәтер немесе үй алу үшін қаражат жинау оңай емес. Олар қолдауға зәру. Осы орайда мемлекет басшысының бастамасы аса қажетті шешім болды. Бұл қазақстандықтарға отбасы банкінде ақша жинау мерзімін іс жүзінде есе қысқартуға және қоныс тойын әлде қайда ертерек тойлауға мүмкіндік береді. Біздің бағалауымыз бойынша алғашқы жылы бұл мүмкіндікті 190 мың жуық жас отбасы пайдалана алады. Сондай-ақ 15 мың отбасы жыл сайын депозит ашатын болады, деді басқарма төрайымы. Ләззат Еріккен қызының айтуынша, қазіргі кезде 250 мыңға жуық қазақстандық отбасы банк арқылы жалпы көлемі 1,4 триллион теңгеден астам сома зейнетақы жинақтарын пайдаланған. Олардың жас шамасын алсақ, бұл мүмкіндікті 36-45 жас аралығындағы азаматтар 46,1%-дан көбірек пайдаланған, ал 26-35 жас аралығындағылардың үлесі 18,5%-ды құрайды. Ал 18 пен 25 жас аралығындағы салымшылардың 2%-ын ғана зейнетақы қорынан қаражаттарын алған. Отбасы банк акционерлік қоғамы басқарма төрайымы мемлекет басшысының жаңа бастамасы жағдайды жақсы жаққа өзгертеді және қазақстандық отбасылардың әлде қайда көп бөлігінің баспана мәселесін шешуге жол ашады деген сенімде. Айгүл Ахметованың баспана мәселесін шешуге берілген мүмкіндік атты мақаланы Заң газетінің 73-ші санынан оқи аласыздар. Биылдан бастап қазақстандықтар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы салым мөлшері жеткілікті шектен асқан жағдайда оның бір бөлігін ала алады. Оның тәртібі қандай? Азаматы бір жолғы зейнетақы төлемдерін қандай мақсатқа пайдалануда? Осы және өзге де салымшылар толғандырған сауалдар аясында Қызылорда облыстық бірыңғай жинақтау зейнетақы қорының акционерлік қоғамы филиал директоры Арнұр Құрманғалиевпен сұхбатын Сыр Дидары газетінің 34-ші санынан оқи аласыздар. Ол небәрі 48 жас ғұмыр кешті. Орасан зор еңбек етіпті. Бір адамға әулетке емес, тұтас бір ұлтқа қызмет қылыпты. Ыбырай бала күнінен зерек болып өсіп, орысша сауат ашқан соң өз ұлтының қараңғылық қойнауында екеніне жете түсінеді. Ол бәрінің өз секілді болуын қалады. Әр баланы Әзиз пайғамбарлар секілді түнектен жарыққа шығаруды мұрат тұтты. Ал оның қолында не бар еді? Тек мол білімі мен ат төбеліндей халқы бар еді. Үздіксіз талпыну арқасында дегеніне жеткен ағартушы 1860 жылы Торғайда мектеп ашып, өзі орыс тілінің мұғалімі болды. Бірақ жергілікті үкімет бұл еңбекке қол ұшын беруге асықпады. Батырхан Сәрсенханның ауысуында Ыбырай қайда атты мақаласын Қазақ әдебиеті газетінің 35-ші санынан оқи аласыздар. Шахматтан Қазақстан құрамасы
бүкіл әлемдік онлайн олимпиададағы жоғарғы дивизионда көш бастап тұр. Оның үстіне команда қытайлықтарды, ал Жансая Әбдімәлік 4 дүркін әлем чемпионы Хо Ифанды ұтты. Тағы бір қазақстандық Бибісара Асаубаева турнирдегі 6 ойында жеңіске жетті. Жансая Әбдімәлік 4 дүркін әлем чемпионын ұттатты. Нұргүл Ержанқызының мақаласын Айқын газетінің 135 санынан оқи аласыздар. Осымен бүгінгі газет журналдарға шолуымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.